Сіздер, мен Аманбек Сайрашұлы болам. Мен өзімнің бір жаңалығыммен бөліспекшімін. Бір тапқырлықтар жараттық. Ол біз осы жаңа энергия туралысында болмақ. Біздің мына жерде мына бір өнімімізден патент куәлік алдық. Патент куәлік. Бұл патентімізді әзір сіздер көрсетемін. Бұл да жаңа энергияның бір түріне жатады. Бұл қандай жаңа энергия десеңіздер, бұл су арқылы, ауа арқылы ток шығаратын құрылғы. Бұған ешқандай батарея салмайсыз, болмаса ток зарядтағыштармен зарядтамайсыз. Әрі жеңіл. Мынау осы біздің жасап шыққан өніміміз. Бұл шырақ. Бұл қалай шырақ деген кезде, бұл қаттанбалы. Бұны ашып үлкейтуге болады. Мына жерінде кнопкасы бар. Мына жерінде ауа кіретін тесігі бар. Бұның үстіңгі жағында қақпағы бар. Бұл қақпағынан біз кәдімгі таза суды, болмаса басқалай лат суларды, басқалай сусындықтардың бәрін құя береміз. Бұны әзір сынап көрейік. Мына шынның ішінде су бар әзір. Бұны су құямыз, осы үстінен құйылады бұл. Содан бұны ток өткізгіштігін жақсылау үшін біз бұған аз мөлшерде кәдімгі біз істеп жүрген ас тұзын саламыз ішіне. Содан шайқаймыз. Болмаса қасықпен төте салсақ та болады. Енді мынау қорабының ішіне қолайлы болу үшін осындай кішкене дорбаға шай формасында салуды жөн көрдік. Мына үстіп салып тұзды суға еріткеннен кейін мына үстіп саламыз. Енді бұның қақпағын жапсақ қана болды. Бұның асты бастап жанды міне, астыңғы жағынан. Бұл кнопканы оң жаққа қайырған жағдайында бұның үсті жанады. Бұл біраз реакцияласып, тұздың құрамы суға еріген сай жарқырай бастайды. Бұл әдетте екі түрлі істетіледі. Бұлай үстелдің үстіне қойып қойсақ, бұл тайдың үстел шырағы болады. Бұны асып қойсақ, астыңғы жағы кәдімгі лампочка, прожектор оны істетуге болады. Астында сабақ қарауға болады. Содан біз бұны істетпейтін кезде қайтадан құйсақ, төгіп тастасақ болады. Төгіп тастаймыз. Сонымен бұны құрғақ күйінде сақтасақ, ұзақ жыл сақтауға болады. 20-30 жылға дейін сақтауға болады. Бұның салмағы 120 грамм ғана, жеңіл, өте жеңіл. Бұл қандай жерлерде істейді деген кезде, бұл далалық саяхаттарда, түзде, одан кейін малшыларымызға, одан кейін басқалай тök жоқ, апат жағдайлар астында тök қайнар үзілген жағдай астында осыларды су табылса ғана болды. Әрқандай судың бәрінен тök шығарып, сізді жарықпен қамдап, игілігіңізден шығады. Осыны болашақта бұның енді телефонға тök зарядтағышы, осы су арқылы тök толтыратын, оның ары қарай бұнымен көлікті автокөліктерді жүргізу сияқты парыстарын жүргізу арқылы жаңа осындай тапқырлықтар жаратпақшымыз. Сондай жаңалықтарымызды үнемі бөлісіп тұрамыз.